Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай өте дәмді дәрумендерге бай жеміс салатын рецептін ұсынбақшымын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші осындай қауынның орташа тілімін алып, орташа ұсақтықта турап дайындап аламыз. Одан кейін осы біздің жеміс салатына өздеріңізге қандай жеміс ұнайды, соның барлығын қоса берсеңіздер болады. Қауынды турап болғаннан кейін бананның да сыртын ашып, орташа ұсақтықта турап аламыз. Бананды турап болғаннан кейін осындай шабдалының ортасындағы сүйегін алып тастап, оны да орташа ұсақтықта турап дайындап аламыз. Турап алған заттардың барлығын осындай орташа үлкендіктегі ыдысқа саламыз. Одан кейін осындай жүзімнің кез келген түрін алсақ та болады. Ортасынан бір бөліп, ішіндегі сүйектерін осылай алып тастаймыз. Барлығын турап болғаннан кейін үстіне кез келген пайызды осындай йогурт саламыз. Менде мына жерде 5-те 1 пайызды және де 1-де 2 пайызды йогуртты қолдандым. Йогурттың орнына аздап майонез немесе сметана қоссаңыздар да болады. Бірақ маған йогуртпен қатты ұнайды, өте дәмді болып шығады. Міне біздің жеміс салатымыз дайын болды. Енді ыдысқа салып, өз қалауларыңызша бетіне кез келген жемісті кесіп, әсемдеп қойып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда бұдан да қызықты, өте керемет, оңай әдіспен жасалатын рецепттер болады.